10-шы сұрақ. Екі қант шырыны бар. Бірінші шырынның массасы 300 грамм, мен екінші шырынның массасы 200 граммын араластырды. Аралас шырынның қант құрамы 20% болды. Егер бірінші шырынның қант құрамы 30% болса, екінші шырынның қант концентрациясын табыңыз. Қараңыз. Бірінші шырын бар, оның массасы 300 грамм. Ішіндегі қанттың концентрациясы тең 30%. Оған екінші шырынды қосты. Оның массасы 200 грамм. Қанттың концентрациясы мына жақта берілмеген, ол белгісіз. Сұрағымыз осы. Оларды екеуін араластырғанда пайда болған аралас шырын дейік оны. Оның массасын оңай таба аламыз. 300-ді 200-де қосқанда шығады 500 грамм массасы. Қанттың концентрациясына жақта шықты тең міне 20%-ға. Енді, егер мына жақта шырынның массасы берілген болса, және ішіндегі қанттың концентрациясы белгілі болса, ол қанттың пайызы шырынның ішінде. Оңай осы қанттың массасын таба аламыз. Сонда бірінші амалымыз болады. 300-ді көбейтеміз. 100-ден 30%-ын табу үшін біз 100-ден 30 бөлшегіне көбейту керек соны. Қысқартамыз. Мына жақта 3, мына жақта 1. 3-ті 30-ға көбейткенде шығады 90 грамм. 90 грамм ол бізде қант бірінші шырында. Екінші амалымыз. Екінші шырындағы қант концентрациясы белгісіз. Бірақ аралас шырында 500 грамм болса, массасы, концентрациясы тең 20%. Оның ішіндегі қантты табамыз. 500-ді көбейтеміз. Мына жақта 100-ден 30-ға көбейтсек, мына жақта 100-ден 20-ға көбейтеміз. 100-ден 20. Қысқартамыз мына екі санды. 1, 5. 5-ті 20-мен көбейткенде жауабы шығады 100 грамм. 100 грамм ол бізде қант аралас шырында. Енді қараңыз, егер бірінші шырында 90 грамм қант болса, ал екеуін қосқанда 100 грамм қант болса, екінші шырында неше грамм қант бар? Оңай таба аламыз оны, 100-ден азайтып 90-ды. Барлығын азайтамыз бірінші шырындағы қантты. Шығады 10 грамм, ол бізде қант екінші шырында. Енді, егер бізде қанттың массасы белгілі болса, екінші шырын ішінде, біз оның пайызын табамыз. Қалай пайызын табу? Мына жақта пропорцияны қолданамыз. 200 грамм ол барлығы. Ол бізде 100%-ға тең. Мына жақта 10 грамм. 10 грамм нешеге тең екен белгісіз, пропорцияны құрдық. Енді пропорцияны шығару үшін мына жақта екі ортаңғы мүшені біріне көбейтіп, шеткі мүшеге бөлеміз. Белгісізімізді бөлек жазамыз. 10-ды көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 200-ге. Қысқартамыз мына жақта 1, 2, 2-ні 10-мен қысқартқанда шығады 5 пен 1. Сонда жауабында шығады 5%-ға тең. Ол бізде қанттың концентрациясы екінші шырында. Жауаптарында Б жауабы дұрыс.